Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер менің каналыма. Мынадай әдемі 1-ден 10-ға дейінгі сандарды жасайтын боламыз. Мектеп алды даярлық топтарына арналған көрнекілік десе де болады. Үйде қалған көрнекіліктерден қалған құтқан әртүрлі фетрлерден жасайтын боламыз. Мінекей мына екеуі кішкене қалған шөптер болатын. Осыны енді біз іске асыратын боламыз. Қызыл түсті, қанық, көк, аспан көк, қара, қоңыр бәрі бізге осы жаңағы істейтін сандарға қажет болады. Және липучка қажет болады, жабыстыратын. Фоамирон қағазын алып, осы кәдімгі мен дайындап қойған саным бар. Мінекей 1 деген санды осы фоамиронға кішкене спачка таяқшамен өлшеп аламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Өздеріңізге керек болады. Әрине мектеп алды даярлық топтары және де балабақшаларға қажет болатын дүние десек те болады. Осылардың бәрін менде негізі 1, 2, 3, 4 санын жасап қойдым. Бізге енді ары қарай 6 осындай дөңгелек сары фоамирон қағазын дайындайтын боламыз. Енді осыны қайшымен қырқып қоямыз. Мінекей дайын болды. Қайшымызбен қырқып дөңгелек қылып, кәдімгі сопақтау, кәдімгі тұқымдарының өлшемі сияқты қылып сопақтау қылып қырқып алдық. Мінекей 4 санын дайындап қойғам. Енді қалған 5, 6, 7, 8, 9, 10 санын істейтін боламыз. Осы 4-пен кішкене өлшеп аламыз. Және бізге 5 саны қажет болады. 5 санын қырқып аламыз. Мінекей 5 саны қырқылды. Артықтарын, шетіндегі ұштарындағын қырқып алып тастаймыз. Өйткені жаңағы неге сопақшаға сиятындай болу керек. Мінекей 5 саны дайын болды. Енді бізге 6-шы санды жасайтын боламыз. Алты саны 9 санға кішкене құсас келеді. Дәл осындай қылып 9-ды да қырқып алатын боламыз. Енді ортасын кішкене ойып қырқып аламыз. Сонда біздің 6 санымыз шықты. Қараңыздар, кішкене қалынырақ болған жерлерін шетінен жұқалап қырқып аламыз. Өздеріңіз білесіздер, негізі линейкамен өлшеп, енін ұзындығын өлшеп, бірдей қылып, кәдімгідей цифрлеп қырқуға да болады. Мына кәдімгі мен қырқып атқан сандарым, кәдімгі өзіміздің жазып жүрген жазбаша сандар болып келеді. Қараңыздар, енді 7, 8, 9, 10-ды кәдімгі сәл үлкенірек қылып қиып алдым. Сонда 10-ымыз кішкене тура сиятын болады. Енді біз осының сандарды осы жасыл фетрге бір-біріне бірінші клеймен жабыстырып аламыз. Үйлеріңізде қалған құтқан, көрнекіліктен қалған заттар болса, осындай заттарды құрастырып істеп қойсаңыздар, пайдаға асып кетеді. Енді бізге осы әріптерді жабыстыру үшін кішкене жабыстырғыш қажет болады. Липучка дейді ғой. Осының жартысымен дайындап жабыстырып қойдым. Мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей жабыстырып тұр. 5 сан. Енді біз алдында кішкене жаңадан тұқымды жарып келатқан балапанды қойып қояйын деп жатырмын. Өйткені осы балапандарды үйреткеннен кейін 1-ден бастап 10-ға дейін санды үйреткен үшін осы балапанды басына қойып қойдым. Осындай кішкене балапандарды үйретіп шығарасыздар ғой сіздер. Негізі сондықтан мен басына осы балапандарды қоям деп шештім. Енді балапанын кішкене мұрын жағын істейміз да, осы липучканы жабыстырып қоямыз. Мінекей липучканы жабыстырдық және балапан артына да жабыстырып қойдық.
мінекей жабысты. Енді екінші нөмірді жабыстырамыз. Үшінші нөмірді жабыстырамыз. Негізі бір сөз бар ғой, мектеп табалдырығына келгенде кішкене мектеп алды даярлық топтың балдары тырдай болып келіп, дардай болып шығады дейді ғой. Сол сияқты мен кішкене жаңағы тұқымды жаңадан ашылып жатқан балапанды әдейі сол бірінші жағына қойып қойдым. Бесінші нөмірді істейміз. Алтыншы нөмір. Алдымен негізі фоамирон қағазына бірінші ыстық клеймен жабыстырып аламыз. Негізі мен осының алдында бірінші, екінші, үшінші, төртінші санды дайындап қойғам, өзіме оңай болу үшін. Қалған сандарды сіздерге көрсету үшін ары жалғастырып жатқан жайым бар. Мінекей сандардың бәрін ыстық клеймен жабыстырып шықтық. Енді жаңағы жабыстырғышымызды жаңағы санымыздың артынан жабыстырып қоямыз. Липучка деп аталады бұны. Енді қарап отырыңыздар. Үйлеріңізде де ата-аналар болсын, мені көріп отқан көрермендердің қайсы бір болса да ата-ана болады ғой. Ана болады. Көбінесе бұл видеоны негізі әйел адамы, жаңағы оқушылар көретін болады. Кемдегем, еркек адам кемдегем көреді ғой. Сондықтан осы әйел адамдарына арналған үйлеріңізде балдарыңызға жасатып, жаңағы кішкене білімін ұлғайтсаңыздар болады. Мінекей менің сандарым дайын болды. Баға беріп кетіңіздер. Мінекей енді қайттан қойып жатырмын. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, 8, 9 және 10 санын жабыстырып қойдық. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бұл әрине мектеп алды даярлық топтарына және ата-аналарға қажетті дүние.